Бәріне сәлем менің құрбы достарым. Кейде өмірде жігіт хат жазып, оның нақты не айтқысы келгені түсініксіз болатын кездері. Болды ма? Жігіт қазақ емес болып. Воу, сені көздерің сондай әдемі. Сонда сен, не жазып отырсың маған оңбаған? Деген кездер емес. Жігітпен ұзақ уақыт бойы сөйлесіп, сен оған сонда да толық ұнайсың ба? Әлде жоқ па? Түсініксіз кездер туралы. Сендердің ара қатынастарың ары қарай дамиды ма? Әлде ол сенімен жай ойнап жүр ма? Кейде ол жазады тура, сен оның көзінде бір ханшайым секілдісің. Ал кейде мүлдем жазбайды да, тура саған бәрібір сияқты. Ал кейде мүлдем түсініксіз намектар мен бір түрлі ойлар болады. Осындай хаттардан кейін сенің басың айналып кете жаздайды. Себебі жігіттер сондай бір түрлі. Олардың бұл хаттары нені білдіретінін бір Құдай ғана біледі. Тура осы кезде сендерге көмекке сүйікті интернет құрбыларың Санжар Айдарда келіп қалды. Осы видеода мен жігіттердің келуі мүмкін деген хаттардың барлығын талдап, олардың не білдіруі мүмкін екенін айтып беретін боламын. Сен жігіттердің хаттарында жасырылған мағынаны түсінуді үйренген кезде олардың басында да не ойлап жатқанын түсіне бастайсың. Біздің құпияларды білуге дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, ол сенімен кездескісі келмейді, бірақ әңгімелесуді тоқтатпайды. Бірден ең қызығынан бастайық. Кейде сен жігітке хат жазып, ол жауап беріп, қызық әңгіме дүкен басталып жатқан кезде ол активті сияқты байқалса да, сені көруге деген ешқандай іс-әрекет жасамайды. Сосын сен оны бір шақырасын, ол бас тартады. Өзінің бос емес екенін, жұмыстарының көптігін сылтау етеді. Кейін 2 рет, 3 рет шақырсаң да түрлі нәрселер ойлап тауып, жігіттің мүлдем бос емес екенін байқап жатамыз. Бірақ неге екені белгісі, саған хат жазуға оның уақыты бар. Сонда бұлар нені білдіреді екен? Қара, егер бұл жағдай орын алса, онда жігіттің кездесуге деген қызығушылығы жоқ екені белгілі. Бірақ ол сенімен хат алмасуға қарсы болмай жатса, онда өзін саған ұнайтынын біледі, және бұл нәрсені оның самооценкасын көтереді. Жігіт сенімен сөйлесіп жатқанда, сенің тарапыңның мақтаулар мен марапаттаулар естіп жатса, бұл оған майдай жағады. Жігіттің осы кезде ойлайтыны, мен оған ұнаймын, мен сондай күштімін, тұра тәтті, құдая ол маған сондай ғашық, менің артымнан жүгіре тұрсын, оған бәрібір ешкім қарамайды ғой, ал мен онымен тағы да ойнай тұрайын. Оңбаған ғой тура өзі. Тура сөз жоқ. Менің ұсынысым бұндай жігітпен сөйлеспеген дұрыс. Менің оның қаншалықты қиын екенін білемін. Өкінішті екенін де біліп жатырмын. Бірақ егер сендердің арақатынастарың дамымай жатса, онда оған уақыт пен энергия құртып қажет емес. Екінші, жанама комплименттер. Ол дегеніміз жігіт саған комплименттерді тура емес, басқа заттар арқылы айтқан кезде ол бұлай айтуы мүмкін. Маған сенің кеңесің керек, және сен бұл комплиментке қуана ілініп қаласың. Себебі кез келген адамға одан бір даналық сұрап жататындағы сезім қатты ұнайды. Егер сенің қолыңнан бір күшті нәрсе келіп жатса, онда ол айтшы, сен осыны қалай жасайсың деп сұрақ қояды. Немесе бірнеше сабақ сұрауды мүмкін. Сәйкесінше бұл саған да жағымды болып келеді. Себебі тура осындай сұрақтар бұл сенің қолыңнан көп нәрсе келетіне деген керемет мақтаулар. Және кейде жігіт сенің тура әдемі екеніңді саған өзге тура айтпай, сенің қолдарыңның нәзік екендігі арқылы мейірімді көз қарасың, күшті фигураңның болуымен байқатып жатады. Ал сенің рахмет деген алғысыңа ол бұл жалпы бағалау емес, бұл солай қабылданған факт деп айтып жатады. Немесе өте әдемі көйлек екен, тура саған тігіп қойғандай деген сөздер де болып жатады. Тағы да жанама комплименттерге басқа да назар белгілерін жатқызуға да болады. Мысалы, ол сені атыңмен атап, жайдан жай қал жағдайыңды сұрай беріп, жігіт осы іс-әрекетіңмен саған қамқор екендігін көрсетіп жатады. Осындай жанама комплименттер негізі бұл тура комплименттер. Бірақ бұл жерде жігіт оны жай ғана өзінше бір жасырып келгісі келді. Үшінші, эмодзи, яғни смайликтер. Аздап
эмодзи туралы да сөйлесейік. Мен қыздардың оларды күнделікті себепті де әрі себепсіз де қолданып жататынын білемін. Бірақ жігіттер оларды жиі қолдана бермейді. Олар мысалы жігіттермен өзара сөйлесіп жатқанда бір диалог төңірегінде эмодзиларды мүлдем қолданбауы да мүмкін. Ал егер жігіт саған хаттар жазған кезде сен оның смайликтермен сөйлесіп жатқанын байқап, олар бір көздерін қысқан түрдегі немесе күдік тудыратындай күліп тұрған болса, онда жігіт сол смайликтерді әдеттен тыс жіберетінін байқайсың. Ол өз достарымен де олай сөйлеспейді. Демек, бұл нәрседе бір ерекше мағына бар. Әсіресе қоштасқанда сүйісулер мен жүректері бар смайликтерге көңіл бөлсең болады. Бұл эмодзилардың барлығы сенің оған ұнайтыныңның тағы да бір белгісі болуы мүмкін. Сонымен, енді біз қайырлы таң деген сөздерге жататын хаттардың барлығын талдайық. Жігіт саған таңертең тұрғанда қайырлы таң, күніңнің сәтті өтуін тілеп жатса, бұл сөздер аса қатты маңызды емес. Онда қайырлы таң сұлуым деп жазылып жатса да. Маңыздысы, ол саған таңертең ұйқыдан тұрғанда қайырлы таң деп жазғаны, оның енді оянғандағы ойлайтын ең алғашқы адамының сен екендігі. Жігіт бұндай хаттарды барлығына бірдей жібере бермейді, тек өзі шынымен қамқор болатын адамдарға ғана. Егер бұл адам сен болсаң, онда демек сен оған шынымен ұнайсың. Бесінші, біз бұл нәрсені міндетті түрде жасауымыз керек. Елестетіп көрейік. Сен жігітпен сөйлесіп жатқанда, сендер екеуіңе де қызық заттарды талқылағанда, ол біз бұл нәрсені міндетті түрде жасауымыз керек деп айтылған кезде, немесе болашақта міндетті түрде бірігіп жасаймыз деген сөздер бұл кездесуге деген туралай намек болып келеді. Енді оны қара, қуғын-ай. Мүмкін сендер әлі жағын таныс емессіңдер, немесе ол сені тура шақыруға ұялып жүр. Бірақ жігіт болашақта кездесуге себеп болсын деп барлығын дайындауға кірісіп кетті. Алтыншы, мерекелермен немесе туған күнмен құттықтау. Сен жігітпен жиі сөйлеспесең де, бір мереке немесе мейрам болып қалған кезде, мысалы 8-ші наурыз немесе жаңа жыл, ол сені міндетті түрде құттықтайды. Осы жерде оның құттықтауының ауқымдылығына мән беру керек. Егер бұл жай туған күніңмен деген сөз ғана болса, онда бұл еш нәрсені білдірмеуі мүмкін. Ал егер бұл толықтай ашылған ауқымды видео немесе аудиомен жеткізілген құттықтау болса, онда сен жігітке ұнап, ол сені шынымен бағалайды деген сөз. Себебі ол бұл құттықтауды ойлап табу үшін өзінің уақыты мен күшін жұмсаған болатын. Жігіт бұның орнына басқа да миллиондаған әрекеттерді жасай алушы еді. Әсіресе оған әлде қайда қызығырақ нәрселерді. Бірақ ол құттықтауларды арнайы саған жазып жіберді. Егер сен сөйлесе бермейтін бір сұлу жігіт саған бір ұзын құттықтау немесе хат жолдап жіберсе, онда сен жауап ретінде оған сұрақ қойсаң болады. Сөйтіп, әңгіме де басталып кетеді. Ал бүгінге осы. Менің берген ақпаратымнан кейін сен аз да болсын жігіттердің хаттары ненің білдіретінін түсіндің деп ойлаймын. Айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездесуіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.